Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Мінекей, бүгін біз JAC-S 3 көлігін қараймыз. Бұл көлікті 8 миллион 590 мыңға алуға болады. Механикалық қорабымен 1.6 литрлік қозғалтқышымен және несие арқылы алуға болады бұл көлікті. Үш мың кепілдік береді екен, немесе 100 мың. Мынау автокөлік несиесі 7 жылға дейін. Бұл бірақта жеңілдетілген несиеге жатпайды. 1.6 қозғалтқышы, CVT механикалық 6 берілістік қорабы бар, және CVT дегеніміз бұл вариатор қорабы. Күтпен ашылады, күтпен тамызылады. Бәрі қарапайым механика. Приветствую, добрый день. Консультация нужна вам? Былай сапалы көрінеді бәрі. Рөлі бұлғармен қапталған жоқ. Жай пластик. Бәрі жақсы бұралады. Ешқандай босап тұрған жоқ. Әйтпесе біз үйрендік қой, қытайлықтар бәрі босап тұрады дегендей. Жоқ, қазір сапалы бәрі. Түймелердің бәрі жақсы басылады. Артқа беру үшін мынаны көтереміз. Дауысы да нормальный. Мынау есіңізде бар ма еді? Бұрынғы көліктерде болады темекі тартушыларға. Бұл қазір өте сирек кездеседі. Жаңа көліктерде мүлдем жоқ. Шетел ғана, Европа және Жапон, Корея көліктерінде. Бәрі сапалы, ұнайды. Матасы жабан емес, сондай мықты деп айта алмаймын, бірақ та жабан емес. Терең емес, не қолым. Яғни осындай тереңдік. Тереңдігі міне мынандай. Былайша айтқанда жарты литрлік бөтелкеде сыймайды. Боймен қойса. Бірақ та сапасы жаман емес. İşte staytın ciğeri var eкен.
бос емес. Бос емес. Мысалы, Лада көліктерінде мынау босап тұрады, ойнап тұрады. Мынау ойнап тұрған жоқ. Бәрі мықты. Шындығын айтсам, бір жерінде бір уақытта сынып қалады дегендей сондай сезім білдірмейді. Басқа көліктердің, қымбат көліктердің сапасымен салғастыруға болады. Бәрі жақсы, міне. Дыбыссыз, міне. Әйтпесе кейде тұқ дейді бұлай. Тұқ. Ну, міне. Дыбыссыз бәрі. Шындығын айтсам, сапасы ұнап тұр. Бұл өзімнің сезімімді айтып жатырмын. Бірінші рет қой отырып жатқаным. Міне, терезелер тек қана жүргізушінің терезесі автоматтық түрде. Мынау жай көтереді, сосын тағы да кішкене көтересіз, сонда автомат кетеді. Әне. А мыналарда жоқ. Сондай мынау бәрі автомат емес деп ренжуге болып тұратын нәрсе емес. Осындай жақсы. Осыған да рахмет. Кәнекей көрейік. Бәрі жақсы қосылады. Басқа көліктердің сапасымен, басқа көліктердің сапасымен салғастыруға жөн кеп тұр. Айта алмадым. Ой, мынау, міне, мысалы деп, мынау дұрыс басылмайды ғой деп. Міне, бәрі жақсы басылып тұр. Бос жүрісі де білінбейді. Яғни сапасы жақсы. Естисіз бе білінген? Жақсы, естілмейді дедік. Иә, айтқанда ұнап тұр. Өте ұнап тұр. Жақсы. Иә, жақпайды екен. Яғни мына жерде шалбарыңызды, етегіңізді былғауға болады екен. Өкінішті. Ал мынау не? Қысылып қалған ба? Мына жері ғана ұнамай тұр. Жарайды. Астында бәрі жақсы. Мына жерде бір-бірін қысқан ғой. Шиналардың, дөңгелектердің көлемдері қандай қысым ұстау керек, 2-2. Мен мынау біздің Сарыарқа автопром деген көлік құрастырушы. Артта орын көп. Сол себептен ғой мынаны таксиға да жиі алады. Таксисттер жүргендіктен айта алмаймын, жаман көлік деп. Енді болады осындай. Көріңіз бе, мына жерде қуыс бар. Камераға көрінбейді. Ал бұлай
жиналған сапасы жақсы. Енді Қытай көлігі ғой, содан дұрыстап тексеріп жатырмыз. Мына жерде шамы бар. Жүк салу орны бөлімшесі сонда үлкен емес. Енді көлікті үлкен емес қой. Мәссаған, мына жерде толық дөңгелек тұр. Ешқандай докатка емес, толық дөңгелек. Бұл жақсы. Мынау тат басуға арналған нәрсемен жоқ, жасамапты. Жай ғана грунтовка. Осыған да рахмет. Орындықтар жиналады мына жерінен басса. Сондай сосын мынандай нәрсесі бар екен. Жақсы. Жаман емес. Жаман емес. Электр құлпы бар. Жақсы ашылады. Жүк бөлімшенің есігінің электр құлпы бар. Артқы тоқтау жүйесі дисклмен, барабан емес. Но енді міне сапалысы. Сосын мына жерде локер бар, пластиктен жасалған, жақсы. Кейбір өндірушілер мынаны пластиктен емес, бір басқа материалды қолданады. Кавралан секілді. Сосын мынау қыста суға толады, қатып түсіп қалады. Ол Ниссанда көрінеді, сосын ақырғы Лексустарда көргенмен. А мынау міне пластик. Өте жақсы. Сонда мына әдемі көліктің бағасы 8 миллион 590-нан басталады. Осы механикалық құрамымен. Ал вариатормен 10 миллион 190-ға кетеді. Сонда екі бағасы бар. Бастапқы бағасы. Luxury және Intelligent. Қандай бензин құю керек екен жазылмаған. Тек этилді емес бензин пайдаланыңыз дейді. Яғни 92 қоюға да болады. Айтпақшы, мынау осы жанармай қапшығына ашатын таяқшасы. Міне бұлай. Бұндай неге маған ұнайды? Себебі қыста мынау қатып қалмайды. Аузы қатып қалмайды. Мысалы сіз көлікті қыс кезінде көлікті жуып жанармай станциясына келесіз. Сонда мына жерде су қатып кейде ашпай қояды. Себебі көпшілік көліктерде мына қапшық электр құлыппен ашылады. Ал мынау электрлік емес. Жай ғана сым. Мына жерде трос кетеді, сым тросы. Сол тартады, не былай тартасыз, бітті. Мынау ашылып қалады. Өте қарапайым нәрсе. Өте төзімді болады. Маған ұнайды. Иә, қазір капотын көрейік.
міне мынау 1.6 қозғалтқышы, қарапайым қозғалтқыш. Мынау жай қапшығы. Міне мынау қозғалтқыш. Өте ұнап тұр. Себебі міне мынау жанармай құятын форсункалары. Бұл яғни тікелей цилиндрға құймайды. Бұл коллекторға құяды. Ауа сорғыш жүйесіне бензинді төгеді. Цилиндрға тікелей баратын болса, ол басқа жағында тұрушы еді. Міне мынау сорғыш, міне форсунка тұр. Яғни клапандар басында тұр. Мына пластикқа да емес. Бұл өте жақсы жасалған. Тікелей басына кетеді. Алюминийға орнатылған. Қозғалтқыш, менің ойымша, қозғалтқыш алюминийлық. Яғни бұл шойын емес. Шойындық қозғалтқыш емес. Бұл әрине жақсы емес. Бірақ та несі ұнайды, бұл ешқандай тікелей бензин форсункалары жоқ, цилиндрға қоятын, және турбо қаптағышы жоқ, турбо компрессоры жоқ. Гринджет дейді. Бәрі су жаңа. Мынау кішкентай генератор, өте кішкентай. Немнесі жоқ генератордың. Обгонная муфта дейді оны. Бұл яғни генератордың нөмір қоспайтын жүйе мына жерде. Мына жерде тұрады. Мұнда жоқ. Бұл менің ойымша тағы да бір плюс болады. Себебі обгонный муфтадар жиі істемей қалады. Суыту жүйесі қарапайым. Тойотадағыдай не мына қапшықта клапан бар. Мынау міне суыту жүйесінің артық сұйықтың қорабы. Міне қаз көріңіз ғой, фулда тұр. Бұл дұрыс. Шаң түсу мүмкін. Осыған бірдеңке жабу керек, сатып алсаңыздар. Астынан шам түспесін деп. Сонда қозғалтқыш төзімді болады, таза болғандықтан. Шамы қарапайым. Анау тоқтату жүйесінің сұйығы. Астында кондиционер, қаптағышы, компрессоры. Анау май фильтрі. Бәрі ыңғайлы. Жабайық, өте ұнады мына қозғалтқыш. Қазіргі сайға емес. Қытайдарын көріңіз ғой. Қытайдар өздері ештеңе жасамайды. Не? Мынау Bosch компьютер. Made in China деп тұр. Қытайдықтар көбінесе бәрін осы бөлшектерді сатып алады, өздері құрастырады. Мынау міне Bosch. Сон сөйтіп датчиктардың көбі
Стартер мысалы, міне стартер тұр. Соның бәрін әлемде ең мықты ұйымдар жасайды. Міне Bosch секілді, Delphi дейді. Тағы да басқалар. Мынау ауа сорғышы жақ дейді. Қозғалыс фильтрі осында, ауа фильтрі. Мынау предохранительдер. Мынау міне аккумулятор 55 ампер сағатына жасыл жанып тұр. Яғни толық және бәрі жақсы дегені. Шындығын айтайын, қозғалтқыш маған ұнады. Бірақ та механикалық қорабымен орын көп. Негізде мынаған басқа қозғалтқыш орнатамыз деген ғой. Содан орын көп, көрдіңіз бе? Тығыз емес бәрі. Кредитке де алуға болады бұл көлікті. 7 жылға 10% алғашқы төлеммен. 10% алғашқы төлем бұл 8 миллион 590 мың, 860 мың, 860 мың, 10% алғашқы төлем. Айлығы сонда бұлай 7 жылға алсақ 220 мың болып шығады. Бірақ та мен жаңа ғана банк өкілдерімен сөйлестім. Олар айтады, алғашқы төлемнің көлемін 5%-ға дейін түсіруге де болады. Бұл Евразиялық банкта. Онда 430 мың алғашқы төлем болады, 5%-ық. Ал айлық төлеміңіз 7 жылға 230 мың болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан ойлауға болады бұл көлік туралы. Сапасын енді қанша жүретінін айта алмадым бұл көлік. Себебі мәлімет әлі жиналған жоқ. Бірақ та алғашқы сезімі жаман емес болып шықты. Өте ұнады сапасы. Енді көзбен тексергенде ішкі құралдары қалай жүретіні, қалай істейтіні, қалай басылатыны. Былайша айтқанда алғашқы танысуым жақсы өтті бұл көлікпен. Қозғалтқышы да қарапайым. Шындығын айтайын, вариатордың орнына осы қарапайым механикамен осы көлікті алатын болсаңыздар, менің ойымша бұл көлік онда төзімді болады. Қытай көлігі болғанның өзінде. Бұл бейне сіздерге ұнаса, пайдалы болса, онда бейнеге лайк қойыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар, арнаға жазылыңыздар.